алдымен қасыңыздың ішін сызып толтырып, кеңейтіп сызып, біраз қуажаңырақ сызып аласыз. Сонымен жалпырап тұрған қасыңыздың астын тазалайсыз, үстін тазалайсыз, жаймалайсыз. Ағартатын бет майыңызды аямай жағасыз. Жағымызды, егіміздің астын, мұрнымыздың жанын шуын қыламыз. Істетпейтін соқыңдарыңызды бүйтіп, бетіңіздің ұшын, шашыңыздың түбін біраз тазартамыз. Оны бір құр жаймалап тастағаннан кейін, етіңізді кафын қылмайтын мынандай ұлпамен бір реттен жуан қыласыз. Ең пән деген пәлекетті алып шығып, көзіміздің үстіне сүркейміз. Оны және жаймалаймыз. Көзіміздің астына келтіргенді ұмытпаймыз. Қанықтау реңді аламыз. Жаңағы орынға және бір рет жағамыз. Және де жаймалаймыз. Мысық аю болып кеткен көзіміздің алдына ақшыл фөндиемізді жағамыз. Сонымен сазарып ағарып тұрған осы майдың үстіне ұлпамызды құстырамыз. Сонымен мынау ағарып көгеріп тұрған ортасын бірлестіреміз. Көгеріп тұрған көзіміздің арт жағын одан арман көгертеміз, жаймалаймыз. Көзіміздің астына да біраз құстырып қоямыз. Жалбырап тұрған көзіміздің терісін шоң петемен көтереміз. Қара еншен жобимен көзіңіздің ішін бірақ тоштырасыз. Көзіңіздің сыртын еншен шуйбимен аямай сызасыз. Одан қалса майысып тұрған кірпіңіздің үстіне одан арман майыстырып, қайыстырып отырып, кірпіңізді тағасыз. Және де көгеріп тұрған көзіңіздің ішінде мынандай көңреңді еншеніңізді тағасыз. Одан қалса ерніңізді бояйсыз. Шашыңызды үлкен бұйра түсіріп алсақ та болады. Ұсақ бұйра қылып шығарып алсақ та болады. Шашы аз қыздары бұйралап алғаннан кейін түйсеңізді тіпті де әйбет көрсетеді.